Оралда Батыс Қазақстан облыстық кәсіподақтар орталығы жанындағы келешек жастар кеңесі әр салада қызмет ететін жұмысшылардың басын қосты. Жастар болашақ даму атты диалог алаңына қатысушылар ірі қоғамдық бірлестіктің жоба жоспарымен танысты. Еңбек адамына лайықты өмір. Бұл әрбір кәсіподақтың ұраны. Өңірдегі орталықта бүгінде 72 мыңнан астам мүше тіркелген. 10 салалық 14 жергілікті. Мың қатарда бастауыш кәсіподақ ұйымы түрлі бағытта еңбек етуші азаматтардың құқығын қорғайды. Ұжымдық шарт басты құжат. Тарихы бай бірлестік құрамын әсіресе орта буындағы еңбек адамдары құрайды. Ал жастарды тарту негізгі міндет. Кәсіподақтың маңыздылығын, оның құқықтары мен олардың мақсаттарын, міндеттерін қалай атқарылуы, мамандарды шақырып, солардың жұмыстарымен бірінші таныстыру, екінші қызықтыру. Сосын енді біздің арамызда, ортамызда сондай адамдар жас, күші көп, интеллектуалдық күші көп адамдарды тарту үшін бүгін осы алаңды ұйымдастырып отырмыз. Іс-шара барысында қатысушылар өз тәжірибесімен бөлісіп, еңбек қауіпсіздігі, кәсіби құлдыраудың алдын алу жолдары, жеке бренд қалыптастырудың маңызы турасында пікір алысты. Мақсат жастар арасында озық ойлы орта қалыптастырып, құқық саласындағы заң шығару жұмысына тікелей қатысу. Жастар кәсіподақты сыйлық беру, немесе шипажайларға жіберу деп ойлайды. Бірақ дегенмен біз бұл көзқарасты өзгертіп, кәсіподақ дегеніміз ол құқықтық, заңнамалық көмек, кәсіподақ республикалық заңдарды өзгертуге атсалыса алады деген бағытты қамтып, жалпы жастар арасында бір кәсіподақ жастарынан орта қалыптастырамыз келеді. Айта кетейік, биыл жергілікті кәсіподақ орталығының араласуымен 10-нан астам іс сотқа жолданып, қызметкерлер қайта жұмысқа қабылданған. Медиация көмегіне жүгінген 6 азаматқа заңгерлік құқықтық кеңестер берілген. Ернұр Нама, Асанбек Саламатов, Алихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.